Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Даму онлайнның каналына қош келдіңдер. Бұл видеода біз математикадан әлем бойынша миллиондаған адамдар жыл сайын қайта-қайта жібере беретін қателіктер жөнінде айтамыз. Топ 5-тігі. Сендермен бірге мен Мұхаммед Асқарұлы, және біздің 5-ші қателігіміз бұл мынандай қателік. Қазір көріп отқан оқушылар ойлауы мүмкін. Мына 2х-тар қысқарады ғой. Болды онда 4х квадрат шығады деп айтады. Бұны 95% адам айтады. Математикаға особо қатысы жоқ адамдар. Енді бұл жерде қателік неде? Бізде ешқашанда бұл жерде қысқартуға болмайды. Себебі бізде мына жерде қосу немесе азайту тұрса, астымен қысқарта алмаймыз. Ал ол жерде көбейту тұрса, вот сол кезде қысқартамыз. Енді мына жердегі біз қосуды қалай көбейту қыламыз? Жақшаның сыртына шығайын деп тұр ғой біреу. Так, 2х шығайын деп тұр ма аяқтан? Жазып алайын. 2х қосу 4х квадрат деген 2х-ті қалай мен жазсам болады? 2х көбейту 2х десем бола ма? Болады екен. Астында 2х тұр. Демек, мына жерден 2х шығып кетеді, мына жерден 2х-тің біреу жақшаның сыртына фук етіп шығып кетеді. Сонда 2х бір қосу, мына жерден мына 2х жалғыз өз қалды. Байқұс. Ана 2х шығып кетті. Енді астында 2х деген нәрсе тұр. Енді мына жерде бізде көбейту болғандықтан мына екеуі смело қысқарады. Қараңдар. Смело екеуін фук белінен тастаймыз. Біздің жауабымыз бір қосу 2х болады. Ал жаңағы жерде 4х квадрат деген жауапты беріп аттық. Вообще қателік. Осы қателікті егер жібергендер болса, комментарийға жазып кетсін. Мен баяғыда жібергем өзім кезінде. 4-ші орын иегері мынандай қателік. Қазір мына жерде ойланады, оқушыларға берсең, 7 ғой дейді. Түбір астындағы 7 2-ке 5-ті қоссақ 7 болады, иә. Бірақ бұл қателік. Неліктен қателік? Мысалға алайық. Біз түбір асты 4-тің қаншаға екенін білеміз, қаншаға тең екенін. Түбір асты 9-дың қаншаға тең екенін білеміз. Енді біз 4 пен 9 қоссақ, 13 түбірдің астында. Жаңағы біздің айтқанымыз бойынша бұл осылай шығу керек. Бірақ түбір асты 4 деген ол 2-ке тең. Түбір асты 9 деген ол 3-ке тең. 2-ні 3-ке қоссақ 5 емес пе? Ал 5 деген түбір астында қандай сан ол? 5-тің квадрат 25, түбір астынан 5 болып шығады. 25-ке тең. Енді мына екеуі тең ба? Жоқ. Демек, біз түбір астындағы сандар қосылып тұрса, олар никогда қосамаймыз. Ал егерде бұлар көбейтіліп тұрса, разговор жоқ. Ол кезде көбейтіле береді бұлар. Түбір астындағы 10 деп. Міне. Мына жердегі түбір асты 4 пен түбір асты 9 көбейтсек, мысалға, менің қазір мына айтқаным бойынша 4 пен 9-ды көбейтеміз. 36, түбірдің астындағы одан 6 шығады. Ал енді тексеріп көрейік. Мынау түбір асты 4 2-ке тең, түбір асты 9 3-ке тең. Екеуін көбейтсек 6. Кім ұқсап бейді? Жасап жүресің. Келесі 3-ші орын иегері мына қателік. Мынау енді көп кездеседі. Бұл енді жүлде алып отыр, қола жүлде иегері. Битеді оқушылар. -2-ке 8-ді бөлейік дейді. Екі жағында -2-ке бөлеміз. 2 мен 2 жойылады, х қалады. Мына жақта -4 болады дейді. 8-ді -2-ке бөлін дейді. Болды апай дейді. Ағай дейді болмаса. Мен шығарып қойдым, мына есеп оңай екен дейді. Бірақ бұл жерде біз 8-ді минус санға бөлген кезде теңсіздік белгісі ауысу керек. Қалай ауысады? Солға қарап тұрған теңсіздік белгісі оңға қарай қарау керек. Немесе, яғни жауап мынандай болу керек. Міне біздің жауабымыз. Немесе, сендер x-тің алдында минус таңба келді ма? Болды. Ана минусты плюске айналдыруға тырысуларың керек. Вот, енді мынаны қалай айналдырамыз? -1-ге көбейтіп жібермейміз ба? Сонда -2х-ті -1-ге көбейтсек, +2х болып кетті. Және біз теңсіздікті теріс санға көбейткенде теңсіздік белгісі ауысады. Яғни былай қарайды. 8-ді -1-ге көбейтсек, -8. Енді барлығын біз 2-ке бөліп жібермейміз ба? Х-ті ғана қалдыру үшін. Онда 2 мен 2 жойылса, х
кіші. Минус 8-ді 2-ге бөлсек минус 4. Міне біздің жауабымыз. Біз бағана минус 4-тен x үлкен деп айтып отыр едік, бірақ ол қате екен. Минус 4-тен x қайта кіші немесе тең болу керек екен. Енді осы жердегі біздің есептің берілгеніндегі мына теңсіздігінің ең үлкен бүтін шешімін тап десе, осы жерде тағы айта кетейік. Ең үлкен бүтін шешім десе, көп оқушылар ойлайды 3 қой деп. Өйткені 4-тен бізде кіші деп отыр мына нәрсені дейді. Бірақ ол олай емес балалар. Мен айта кетейін. Мына жерде 4 деген нәрсе болса, минус 4 яғни. Одан кіші сандар оның сол жағында болады. Енді минус 4-тен кіші сандар бізде минус 5, минус 6 сол сандар. Көп оқушылар ойлайды минус 3, минус 4-тен кіші деп. Никогда. Бізде минус сан ол кіші болған сайын, 0-ге жақын болған сайын үлкен болады. Демек, мына есептің жауабы бізде минус 4. Не үшін? Себебі бізде мына жерде қатаң емес таңба тұр. X минус 4-тен кіші немесе тең. Яғни минус 4-ті x-тің орнына қойсақ та, мына теңсіздік орындалады. Минус 4 минус 4-ке тең. Мына жерде кіші немесе тең деп тұр. Жауабы минус 4 болады. Келесі енді біздің күміс жүлдегеріміз бірінші орынға күресіп ұтылып қалған мына қателік. X квадрат тең 4-ке дейді. Енді бұл жерде фишка қандай? Барлық ойлайды. Так, мен қандай санды квадратсам 4 шығады? 2 ғой дейді. Дейді. X тең 2. Болды, ол осымен жауап берді. Болды, 2 ғана болады дейді. Бірақ балалар, бұл жерде x квадрат тең 1 санға десе, онда біз бұны түбірасын алсақ, бізде x квадраттың квадраты мен түбірасы жойылған кезде бұл модуль x болып түседі. Мына жақта 2. Ал модуль x деген x тең плюс минус 2. Яғни, менің айтқым келіп жатқаны, бұл жердегі x-тің орнында 2 тұра алады, квадраттасақ 4, және минус 2 тұрса ше. Минус 2-нің квадраты неге тең? Минус 2-нің квадраты минус 2-ні көбейт минус 2-ке деп отыр. Ал 2 теріс санды көбейтсек оң сан шығады, яғни плюс 4. Демек, біздің жауабымыз x тең плюс минус 2-ге екен. Келесі біздің қателігіміз. Ол мынандай қателік. Бұл жерде оқушылардың қалай шығаратын көрсетейін. X минус 2 дейді астына. Мына жақта x минус 2 ортақ бөлім берілді. 1. Енді 2x квадрат азайту 2 минус x квадрат минус 4 дейді. Енді мына жердегі қателік мына жерде тұр. Ол минус 4 болмау керек. Біз қалай шығаруымыз керек бұл есепті? Біз бұл есепті анау минус дегеннен кейін жақшаға алуымыз керек мына жерде. Сонда 2x квадрат азайту 2 азайту x квадрат минус 4 алдындағы минуспен плюс 4 болып шығып кетпей ма? Міне біздің қателігіміз x минус 2. Сонда x квадрат плюс 2 x азайту 2. Нау 4-тен 2-ні азайтып едік, содан 2 шықты бізде. Енді бұл жердегі біздің біліп отқан нәрсеміз, нау минус дегеніміз, ол мынаған әсер етеді. Екеуіне де әсер етеді. Ана жерде тұрған санның бәріне әсер етеді. Ол тек қана мына x квадратқа ғана әсер етіп қоймайды. Вот осы қателікті біз қайталамауымыз керек. Және біздің тағы бір кездесетін қателігіміз, енді ол гран-при. Бірінші орын болса, ол гран-при қателігі x демек қойық a қосу v-ның квадраты, қысқаша көбейту формуласы. Бұны оқушылар a квадрат қосу b квадрат деп айта салады. Бірақ бұл жердегі біздің қателігіміз қосу 2a деген нәрсені ұмытып кетеді. 2av. Енді бұны біз дәлелдеу үшін a плюс b-ны көбейтейік. a плюс v-ге квадрат деген 2 рет көбейт деген сөз емес пе? Енді a-ны a-ға көбейтсек a квадрат, a-ны v-ға көбейтсек av, v-ны a-ға көбейтсек av, v-ны v-ға көбейтсек v квадрат. Сонда мына екеуі 2av болмай ма? a квадрат қосу 2av қосу v квадрат.
мына 2а балалар, мына 2а көрдіңдер ма? Қаяқтан шығып атқанын. Енді бізде а минус в-ның квадрат десе де осындай қателік жібереді. А квадрат минус в квадрат дейді. Бұл жерде екі қателік жібереді. Ал шын мәнісінде бұл жерде жаңағындай көбейтіп көретін болсақ, а квадрат минус 2а плюс в квадрат шығады. Мінекей. Біздің мына қысқаша көбейту формуласы. Осылайынан біз жаттап алуымыз керек. Біріншінің квадраты қосу 2а қосу екіншінің квадраты деп. Енді бізде осындай қателіктерді жібермей ұбт-ға сауатты түрде дайындалғыларың келсе, мына Sky курстардың алғашқы айын 13 000 теңгенің орнына тегін жасап жатырық, яғни 1900 теңге. Ол платформаның біздің шығындарды ғана жапса болды. Осыны төлеп, бізге мына WhatsApp номерге жазып, толық ақпаратты алуға болады. Және осы видеоның астында мен сол курсқа сілтеме тастап кетем. Мен математикалық сауаттылық пәнінен және математикадан курс жүргізем. Математикалық сауаттылық курсы 2 айды қамтиды. Бүкіл мат сауаттылықты басынан аяғына дейін түсініп аламыз, бүкіл тақырыптарын. Мат сауаттылық, ал математика 4 ай. 4 ай ішінде біз алгебраны да, геометрияны да толықтай өтіп шығамыз. Егер курсқа тіркелуге ниеттерің болса, фундамент болса, ынта болса, одан кейін айтқан нәрсені бірге бір орындап курсты соңына дейін жетем оқимын деген оқушыларды ғана біз алып жатырмыз. Себебі бізге оқымайтын оқушылар керек емес. Біздің қазір мақсатымыз оқушыларға көмектесу болып отқандықтан бізге тек оқитын оқушылар керек. Қатысқаннан кейін сабақтарға кірмей, тапсырмаларды орындамай жүрген оқушылар бізде сабақтан, курстан яғни шығарылады. Сол үшін де тек оқитын оқушылар жазылса екен деген ниет. Осы қыркүйек айында біз осындай жеңілдік оқушыларға акция жариялап отқан жайымыз бар. Және осы видеоға лайк басып, пікірге қандай келесі видеоларда біз есептерді шығарайық, сол жайында жазып жіберсеңдер болады. Келесі кездескенше.